Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Бүгін біз үшінші сабақты өтеміз. Екінші деңгейдің үшінші сабағы. Үшінші сабақ. Сабақтың тақырыбы 귀여운 사람을 좋아합니다 деген сабақ болады. Бұл сабақта, бұл үшінші бөлімде ын және өл деген дерді өтіп, жалғауларды түсініп, және соны қолдана алуды үйренеміз. және 외모와 복장, 성격에 대해 이해할 수 있다. және сырт келбеті, киім және мінезі жайлы айта алатын боламыз. Кеттік ары қарай. Бірінші сабақты бастамас бұрын осы сабақта кездесетін жаңа сөздерді қарап шығайық, жаңа сөздерді үйреніп шығайық. Кәрімхада. Жіңішке. Көбінесе бұны кәрімхан ольгул деп қолданып жатады. Кәрімхан ольгул деп. Беті домалақ емес, осындай сопақтау жіңішке келген беттерді сонда кәрімхан ольгул дейді. Корей ұлдар көбінесе осындай қыздарды ұнатады деп мұғалім айтқан болатын. Кәрімхан жіңішке. Марыл көлда, жалпы көлда дегеніміз, көлда дегеніміз ілу, жалпы сөз бастау деген сөз. Марыл көлда дегеніміз сөйлесу, сөзді бастау. Корыда, таңдау. Алдынан өтеміз, корыда деген. Коминхада, алаңдау. Мазасыздану, абыржу, соларды жалпы біз коминхада дейміз. Куа дегеніміз бөлім, кафедра. жерде Че3과 мысалы үшінші бөлім. Ал университеттерде соны кафедра, жалпы жұмыс мекемелерде соны бөлім, кафедра деп айтады. Кумон дегеніміз тесік деген сөз, жалпы тесік. Куксу дегеніміз кеспе, лапша. Комхада. Сондай мінезге байланысты адамның характеріне комхада дейміз. Мұқият, ұқыпты, сондай кісіні комхада дейді. Наода дегеніміз шығу. Алдында да өткен болатынбыз. Намда қалу. Намын деген мысалы қалған нәрсе деп бүгін етеміз. Мысалы намын әмшек, мысалы қалған тамақ. Намын ел, қалған жұмыс деген сияқты. Немонада дегеніміз төрт бұрышты. Адам бетіне байланысты. Жаңа осындай жіңішке сопақ бетті айттық қой, кәрімхада деп. Адамда төрт бұрышты болып келген бетті немонада деп, немонан ольгул деп қолданамыз. Мысалы немонада деген шаршы, сондай төрт бұрышты келген сондай форма. Нектай деген ағылшын сөзі. Нектай галстук, мойынға байлайтын, тағатын галстук. Нун соп, қас, алдында да өткен болатыныз. Таянхада. Әртүрлі. 털련대다. Бұл да сондай адамның мінезі, характері. Сондай немқұрайлы қарайтын, бейберекет және сондай қыдырып, кезіп жүретін
адамдарды сонда тойлон теда дейді. Сондай екі мағынасы бар негізі. Қыдырып кезіп жүретін және сондай немқұрайлы қарайтын бей-берекет адамдарды тойлон теда дейді. Токсо. Токсо деген жалпы оқу деген сөз, кітап оқу. Тоңгырада. Тоңгырада, бұл да тоңгыран өлгөл деген сияқты дөңгелек болып келген нәрсені тоңгырада дейді. Тоңгүлда, бұл да бірдей домалақ дөңгелек. Тоңгүлда. Тыримашида. Тыримашида дегеніміз бірақ шыда салу, қотара салу деп айтады ғой тағы да. Бір неде менің атым Қожадағы кітапты да оқыған болатын. Жалпы бірақ жұта салу, сондай демін тарту деп бірден іше салу, соны тыримашида дейді. Тырикёда дегенде бір сөз екен. Тырикёда. Тым дегеніміз арқа. Тым адамның арқасы. Так дегеніміз сондай так матта, сондай так чоғын деген, сондай әбден бүтіндей толығымен тіпті деген, сондай так матта деп бірге мысал қолданады. Сондай әсірелеуші сөз ғой. Так матта, сондай дәл дұрыс, тура деген сияқты. Кейін не барысында, сөйлем барысында түсінесін боласыздар. Сабақ барысында сөйлеммен бірге. Мунже. Мунже проблема, мәселе. Бір рет бойынша айтайын. Марыда. Марыда дегеніміз кебу, кеуіп қалу, екі нәрсесі бар. Бірінші мағынасы кебу, кеуіп қалу, қорау. Екіншісі арықтау. Арық адамды малын дейді. Малын сара мысалы арық адамды. Маллассай деп. Мёнпажи. Мёнпажи. Мён деген жалпы мақта деген сөз. Пажи шалбар. Білесіздер, сондай мақтадан жасалған шалбар. Яғни Мунже. Мунже дегеніміз проблема, мәселе. Мунжері пульда деп алдында өткен еді ғой. Пан-пажи. Пан деген жарты деген сөз. Пажи шалбар. Яғни ол шорт деймізде, қысқа жарты шалбар. Пан-пажи. Пальпё. Пальпё деген презентация және хабарлау. Екі мағынасы бар. Презентация жасау пальпёда. Мысалы, және бір нәрселерді онда хабарлау, жариялау, ол да пальпё деп айтылады. Пуджа. Пуджа. Бутс. Бұл да ағылшын сөзінен алған. Аяқ киім. Пуджа. Пульгоги. Пульгоги деген сондай тамақтың түрі, сиыр етінен де көбінесе жасалынады, немесе шошқа етінен де. Соус қосылып, яғни қосылған, сондай қуырылған ет. Тағам. Питта. Тарау. Питта. Пит дегеніміз тарақ. Питта дегеніміз тарақ пен тарау. Сайон. Оқиға. Сайон. Солменғада. Солменғада деген түсіндіру. Сондай сипаттау. Шөч. Көйлек. Шөч. Көйлек. Ағылшын сөзі бұл да. Соншиккан. Соншиккан. Лезде. Өте қысқа уақыт. Соны соншиккан деп. Сәт бір момент.
숨 직간 дейді. 액제 деген сондай сұйықтық. 얼굴 дегеніміз бет. Алдында өткеніміздей 연락하다 хабарласу, яғни контакт жасау, контакт. 연락하다, звондау деген барлығы сообщение жазу, барлығы 연락қа жатады. 외모 сырт келбеті, сырт көрінісі, соны 외모 дейді. Дейміз. Сырт деген сөзде мояң деген сонда қысқарған сөздер біріккен. 우연히 кездейсоқ, 우연히. 음료 сусын, сусын. 응원 дегеніміз қолдау, дем беру, поддержка дейді, ағылшын орысша. 응원하다 сондай қолдау, қайрат беру, рухтандыру, жігерлендіру деп аудардық. имя дегеніміз уже дегеніміз. Біз көп қолданамыз ғой. Әлде қашан сондай. Қазірдің өзінде әлде қашан. имя. 이상현 идеалды түрі. 이상현 дегеніміз. 현 дегеніміз сондай түр, форма. 이상 дегеніміз сондай идеал деген сөз. Бір мағынасы және басқаша бір түрлі деген сондай екі мағынасы бар. 이상현 дегеніміз сондай идеалды жан, идеалды адам, армандаған сондай адам. 인기 танымалдылық, әйгілік, соны 인기 дейді. 인기가 있다 дейді. 인기가 많다 деген сондай танымалдылығы көп деген сөз. 잃어버리다 жоғалту, 잃어버리다 жоғалтып алу. 자료 материал, 자료. 자신감 өзіне сенімділік, 자신감. 장식 безендіру, 장식 дегеніміз безендіру. жекет па сондай. куртка, пиджак дейді. жекет деген пиджак, куртка, соны жакет. келесі чоннихада деген сондай көбінесе реттеу деген келеді. реттеу, түзету. чоннихада. не деп оқылады мынау? одан кейін ыры кейін. 전장 костюм, шалбар. екеуі бірге сондай ресми киім формасы. 전장. 적극적 белсенді. 줄무늬 киімдердегі жолақ. соны жолақты 줄무늬 дейді. 줍다 дегеніміз алу, жерде жатқан нәрсені қолмен алуды 줍다 дейді. 진하다. көбінесе қалың, қою, неге қасқа айтады? 진한 눈썹 деп. мысалы қалың қас дейді ғой. соны 진한 눈썹 дейді мысалы. 진한 눈썹, қалың қас. 전바지, джинсы айтады ғой. джинс, көк джинс. 전바지 дейді. 제격
дене бітімі, дене келбеті, сондай формасы дейді. Фигурация дейді ма? Чегек дейді. 진하다. 진하다. мынада мынау ч. мына жерде басқаша несі төбесінде нүктесі жоқ. 진하다. достық, 친한 친구 дейді ғой мысалы. сондай жақын дос. дос, тату, ынтымақты, сондай 친하게 деп қолданылады. кардиган. кардиган деген сондай киімнің бір түрі екен, кардиган дейді. жемпір, свитер, сондай киімнің түрі кардиган. 통통하다. 통통하다. томпиған, сондай адамның формасы, келбеті айтады. T-shirt. T-shirt. бұл да ағылшын сөзінен ала салған. T-shirt. футболка, шорт. 파마머리. 파마머리 дегеніміз ағылшынша аударатын perm. hair неден ағылшын ала салған екен. сондай permitted, сондай қатып қалған, бір тұрақты, бір форма жасаған, мысалы осындай форма жасап, сол қатады ғой. сондай шашты памамори дейді. мысалы бұйралайды, немесе басқаша жасайды, соны памамори. немесе қазақша перм шашы. прическа дейді ғой қазақша. көп айтады солай. пан. пан, мысалы. пан деген сондай өлшем бірлік. мысалы бірінші бір затқа бір мысалы ханпан, бір ойын немесе бір күрес, бір партия, соны ханпан дейді. және мынандай пиццаларды ханпан деп санап жатады. домалақ келген нәрсені пан деп, төрт бұрышты жазық келген нәрселер соны пан деп санайды. мысалы пицца, иә. келесі 머리를 풀다 дейміз. шешу, 문제를 풀다 деп алдында өттік қой. 머리 деген болған шаш, болған шашты шешу. 머리를 풀다. 피부 дегеніміз тері, адамның терісі. 피부. 한꺼번에. 한꺼번에. бір уақытта, бірден. сондай 한꺼번에 먹다, 한꺼번에 하다 деп. мысалы бір уақытта бірден істей салу, соны бір уақытта істеуді 한꺼번에 дейді. 헐렁하다. 헐렁하다 деген сондай бос, кен. мысалы кен аяқ киім, кен киім киіп алғанда соны 헐렁하다 дейді. сол бір мағынасы. екінші мағынасы сондай бір ұшқалақ, жеңілтек дейді. абайсыз әрекет етуді сондайды 헐렁하다, 헐렁한 사람 деп солай сипаттайды екен. бәрі етістік бұл. сын есім етістік. затты сипаттайтын сын есім. одан кейін 활발하다. 활발하다. белсенді, жанды, тірі, жанданған дейді. сондай 활발하다. белсенді. жалпы осылай сөздеріміз аяқталды. келесі видеода ережені түсіндіремін, мысалды, диалогтарды, арғай мараки, тытки, иликки бөлімдерін, сыки бөлімдерін түсіндіріп, және сонда осындай ойсын, өйтеуіні түсіндіремін. келесі видеода кездескенше. рахмет.